Биылғы 2021 жыл Қазақстанда балалар мен жас өспірімдердің кітап оқу қолдау жылы. Соған орай номер 2 қалалық балалар кітапханасы кітапханадағы оқырмандарды кітап оқуға шақыра отырып, қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагог, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің бір уыс мақта ертегісін ұсынады. Ыбырай Алтынсариннің бір уыс мақта әңгімесіне. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың ешқайсының да жерде қалатыны болмайды. Деп, сол сөзді айтып отырғанда, қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып, далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас. Деп шешесі. Балам, сол да жерде қалмайды. Деді. Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып, ұшып кетті. Қыз әжесінен: Манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті. Оны не қылады? Деп сұрады. Әжесі айтты: Көрдің бе балам, күн айналмай жатып, манағы айтқан сөздің келгені, ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді. Деді. Авторы бастауыш сынып мұғалімінің 4 А сынып жетекшісі Ертарғынова Мәдина Ертарғынқызы. Басты рөлдерде әжесінің рөлін сомдаған номері 2 қалалық балалар кітапханасының меңгерушісі Сұлтан Құбиева Шолпан Мұхамеджанқызы. Қыздың рөлін сомдаған 4 А сынып оқушысы Серік Мәдина Ерланқызы.